Fuqarolarning murojaatlarini үйренүү аркылуу уларды кыйнап кетирген машкалаларга шешим табуу күндүн ахметли вазифасы. Осы көз карастан алып караганда өткөрүлүп аткан көчпелик кабылуулардын орну кирүүлүү. Амудария районунда өткөрүлгөн осы багдардагы илаждан сөз этебиз. Мемлекеттік кадастрлары палатасы вакиллери Амудария районында болды. Көшпелі қабылдау кадастр мәселесі менен машкалалары болған пұқаралар һәм іспірмелер қатынасуында өткерілді. Онда дәслеп тарау бойынша низамшылықтағы жаңалықлар, пұқараларға жаратылып атырған шариатлар, қолайықлар бойынша түсініктер берілді. Бұндан соң 20-ға жақын müracaat иелерінің кадастрға байланысты сұраулары һәм мәселелер тыңланды, құқи түсініктер берілді. Айырымлары сол жерде унамлы шешілді. Уақыт талап етілетіғылары бойынша тиісті тарауларға тапсырмалар берілді. Bizim muammamız esasen devlet aktivleri tomonidan ijara usulida berilgan mulkka beriladigan mulk huquqining e'tirof etirilishida soliq bilan kadastr o'rtasidagi kichkina tushunmovchilik sababli soliq yil boshidan hisoblanganligi masalasi bo'yicha uchrashgandik. Mana bu muammo tegishli tashkilotlar bilan birgalikda mas'ullar tomonidan o'rganib chiqilgan. Yuqoridagi muammoni hal qilishga amaliy yordam berdi. Осы бағдардағы көшпелі қабылдаулар бұқаралардың машқалаларына шешім табуына имканият жарату менен бірге бұқаралардың мемлекеттік ұйымларға болған сенімін арттырады.